Сапарда жүрген адам оразадан босатылуға болады. Башқан кезде ораза ұстамай қоюға болады. Бірақ егерде сапарда жүру, жол жүру, ораза ұстайтын адамға қиындық туындатпайтын болса, жол азабы болмайтын болса, ол кісіге оразасын бұзбай-ақ жалғастыруына болады. Және оразасын бұзбай, оразасын ұстап жүргені нұр үстіне нұр болады. Бірақ ораза ұстамай қойса да болады. Ал егерде алыс бір сапарға жолға шыққан кезде ұшақпен, пойызбен, сондай бір салқындықта, бір жайлылықта баратын болса, ол кісіге аузын ашқаннан көрі ораза ұстағаны хайырлы болады. Ал сапарда жүрген адам аузын ашатын болса, сапардың жолдық бір азабы, жолдық бір қиындығымен сондай бір аузын ашатын болса, Рамазан уақыты біткеннен кейін бір сол қаза оразаларын өтеу керек болады. Ал егерде қандай да бір кісі үйінен сапарға кетіп, қайтадан үйіне келген кезде, таңғы уақытта немесе түскі уақытта да келген кезде, кешкі уақытқа дейін тамақ, су ішпегені, сондай-ақ әйелмен жақындаспағандығы дұрыс болады. Неге? Өйткені Рамазан айының, сондай-ақ айналасындағы ораза ұстаған адамның құрметі үшін су ішпеу керек, тамақ ішпегені жақсы болады.